Есімім Ляззат, 10 жылдық тәжірибесі бар, бухгалтер, экономист, финансист. Сіздермен бүгін соттылықтың болуы не болмау жайлы видеомен бөлісетін боламын. Ол үшін Google-ға кіреміз. егов деп жазамыз. Кіру батырмасын басамыз. ECQ-ны таңдаймыз. Сертификаттар таңдаймыз. Міндетті түрде егов-тан кез келген ақпаратты алу үшін, анықтаманы алу үшін NCLR программасы орнатылған болуы қажет. Ұмытпаңыздар. Ашу батырмасын басамыз. Бізді өз кабинетімізге алып келді. Төменге қарай мышкамен түсеміз. Осы жерде соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтаманы үстінен басамыз. Онлайн сұрау. Мына жерде анықтама алуды өзіңізге не балаңызға деп сұрап тұр. Өзіңізге дегенді таңдаймыз. Анықтаманы алу мақсатын таңдаймыз. Анықтама электронды нысанды аламыз. Қол қою және анықтаманы алу батырмасын басып, келесі бет ашылады. Осы жерде электрондық цифрлық қолтаңбаны таңдаймыз. Ақпарат тасымалдағышты таңдаймыз. Осы жерде өз ECQ-ңызды таңдап, паролін жазып, қол қою батырмасын басамыз. Бұл анықтама соттылықтың болуы не болмауы анықтамасы негізінде 10 жұмыс күнінде не болмаса 5 жұмыс күнінде сізге келеді өз кабинетіңізге. Кейде 5 минуттың ішінде анықтама келіп жатады. Төменге қарай мышкамен жылжытып түсеміз. Мәртебені жаңарту батырмасын басамыз. Мында қарап тұрсаңыз, менде сразу сұраныс өңделді. Соттылықтың болуы не болмауы орыс тілінде не болмаса қазақ тілінде ашып өзіңізге алсаңыз болады.